Математика сабағымызды бастаймыз. 155 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бұрыштарды өлшеу, болашақ. Сабағымыздың мақсаты транспортердің көмегімен бұрыштарды өлшеуді, бұрыштың градустық өлшемін белгілеуді үйренесің. Балалар, оқулығымыздың 93-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Оқиғалар қай ғасырда орын алғанын анықта. Яғни балалар, мына жерде оқиғалар берілген, біз соны оқи отырып, қай ғасырда болғанын анықтауымыз керек. 1799 жылы француз Луи Николя Робер тұңғыш рет қағаз жасайтын мәшине ойлап тапты. Бұл жыл қағаз жасайтын мәшине ойлап табылған жыл болып саналады. Енді балалар, осы оқиға қай ғасырда болды деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. 1799 ол 18-ші ғасырдың соңында болған оқиға. Екінші оқиғаны тыңдайық. 1876 жылы 7 наурызда Александр Грэхэм Белл телефон жасап шығаруға патент алды. Бұл оқиға қай ғасырда болды? Дұрыс айтасыңдар. Бұл оқиға 19-ші ғасырда болған. 1889 жылы Джордж Истмен жылдам фотоға түсіретін фотоүлдір мен камераны патенттеді. Ол өзінің өнер табысын Kodak деп атады. Балалар, бұл оқиғада 19-ші ғасырдың аяғында болған екен. Жақсы балалар, енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Қай кесінді ұзын екенін қалай анықтауға болады? Қай бұрыштың градустық өлшемі үлкен екенін қалай анықтауға болады? Балалар, бізде мынандай кесінділер берген. АД кесіндісі, СО кесіндісі, МЛ кесіндісі. Кесінділерді біз бұрыннан өлшеуді білеміз. Кесіндіні өлшеу үшін сызғышты қолданамыз. Бізге тағы да бұрыштар берілген. АОБ бұрышы, СМЛ бұрышы, КФС бұрыштар берілген. Енді осы бұрыштарды біз сызғыштың көмегімен өлшей аламыз ба? Жоқ балалар, бұрышты сызғыштың көмегімен өлшеуге болмайды екен. Бұрышты өлшеу үшін транспортердің көмегі қажет. Есіңде сақта. Транспортер бұрышты өлшеуге арналған арнайы құрал. Ол мыңдаған жылдар бұрын пайда болды. Бұрышты градуспен өлшейді. Яғни балалар, бүгінгі тапсырмаларды орындау үшін бізге транспортер қажет екен. Енді балалар, бұрышты өлшеу алгоритмімен танысамыз. Бұрышты өлшеу үшін алдымен бұрыштың төбесін транспортердің центрімен сәйкестендіреміз. Бірінші суретте көріп тұрғандай, бұрыштың төбесіне транспортердің центрін қоямыз. Екінші, бұрыштың екінші қабырғасы өтетін шкаладағы штрихты табамыз. Яғни мына екінші суретте көріп тұрғандай, бұрыштың екінші қабырғасы 70 градусты көрсетіп тұр. Шкала бойынша бұрыштың градустық өлшемін анықтап жазамыз. Яғни мына бұрыштың градустық өлшемі 70 градус екен. Есіңде сақта. Градустық өлшемі 90 градусқа тең бұрышты тік бұрыш деп аталады. Мына суретте көріп отырған NML бұрышы 90 градус. Яғни бұл тік бұрыш. Градустық өлшемі 90 градустан кем бұрыш
сүйір бұрыш деп аталады. Мына суретте біз балалар HGF бұрышын көріп тұрмыз. Бұл бұрыштың градустық өлшемі 60 градус екен. Яғни бұл 90-нан кем болғандықтан ол сүйір бұрышқа жатады. Градустық өлшемі 90 градустан артық, бірақ 180 градустан кем бұрыш доғал бұрыш деп аталады. Яғни бізде суретте CBA бұрышы берілген, оның градустық өлшемі 110 екен. Яғни бұл 90 градустан артық, 180 градустан кем болғандықтан бұл бұрыш доғал бұрыш болып есептеледі. Енді балалар, оқулығымыздың 3-ші тапсырмасына қараймыз. Тапсырманы орында. Оқушы МО-ның бұрышын өлшеді. Нәтижесінде МО-ның бұрышы 30 градусқа тең екені анықталды. Ол дұрыс өлшеді ме? Егер қате болса, ол қай жерден қателескенін жаз. Балалар, мына суретке мұқият қарай отырып, қатені табамыз. Бұл бұрыштың градустық өлшемі 30 градусқа тең бе? Қатесін тауып, түзеп жазамыз. 4-ші тапсырмаға қарайық. Бұрыштарды өлшеп, олардың атауы мен градустық өлшемін жаз дейді. Бізге мынандай бұрыштар берілген. ABC бұрышы, EFD бұрышы, GHI бұрышы, KGL бұрышы, MNO бұрышы, PQR бұрыштары берілген. Енді осыларды өлшеп, атауын жазамыз. Мысалы, бірінші бұрышқа қараймыз. ABC бұрышы 120 градусқа тең. Қалған бұрыштарды өзің өлшеп, атауымен жазып шық. Өздік жұмыс. Оқулықтың 96-шы бетіндегі номер 6-шы тапсырманы, номер 7-шы тапсырманы орында. Іске сәт балалар.